Балам, мен сені жақсы түсінемін. Бәріміз де қиналып жүрміз. Бәрі Құдайдың қолында, балам. Бәрі мәнісі болар. Кеш қалмай тұрғанда доғаршы. Бір адамның өмірін сақтап қалам деп, сен басқалардың өміріне қауіп төндірме. Олардың да жақындары бар. Үйлерінде оларда күтіп отыр ғой. Сол үшін доғаршы, балам. Мадина үшін сен қалай қиналсаң, ата-анасы ретінде біз де солай қиналудамыз, балам. Бір нәрсе есіңде болсын. Заң деген бар. Заң. Доғаршы, балам. Ел жұрттың бәрі сені қарап отыр. Бәрі жақсы болады. Доғаршы. Кешіріңіз. Біз оны тоқтатуға барынша тырысамыз. Бірақ біреулер айтқандай, ол банк тонауға әрекеттенуде дегенге мен мүлде қарсымын. Өйткені ол өзінің өмірлік жарын, менің қызымды құтқаруға ғана әрекеттеніп жатыр. Қымбатты көрермендер, жаңа ғана күдіктің енесімен тікелей эфирде сөйлестік. Оқиғаның қалай өрбитін айтып отырамыз. Арнадан алыстамаңыздар. Ең қызығы әлі алда. Мадина, бәрі жақсы болады. Мен сізді түсінемін. Бірақ жылай берсеңіз, жүрегіңізге де күш түседі, сәбиіңізге де күш түседі. Қазіргі бірінші мақсатыңыз оңалып кету. Мен оны әзілі шығар деп ойлағам. Сөйтсем, шынын айтқан екен.